ең бірінші біз адамның миы қалай жұмыс істейтінімен таныспай болайық, яғни өзіміздің миымыз қалай жұмыс істейтінін біліп алсақ, сосын оны қалай сабақ оқытып жұмысқа салып қоюға болады. Соны жақсырақ меңгеретін боламыз. Ал енді мынау бірінші біздің миымыз, енді суреті кішкене сәл онша емес болып қалған. Ми, енді бұл ми неден тұрады? Мидың ішіндегі құрылысын, биологиясын айтпай ақ қояйын, қиындатып, тек бір нейрондардан тұрады. Яғни бір өте кішкентай нейрондар болады. Яғни нейрондар. Олардың саны адамның басында 100 миллиард. Яғни 100 миллиард нейрон болады. Біз әртүрлі ойларды ойлаған кезде бұлардың арасында байланыс пайда болады. Яғни бір нейрон екінші нейронмен байланысып үлгереді. Біз көрген затымыз не жайлы ойладық, болашақ жайлы ойладық, өткенді ойладық, или физика жайлы ойладық. Сол кезде әртүрлі соларға жауап беретін нейрондардың арасында бір-біріне байланыс пайда болады. Яғни бұның арасындағы байланыстың жылдамдығы өте тез. Яғни біз бірден қазіргі кезде тұрып, бұрынғы 10 жыл бұрынғы болған оқиғаны еске түсіре саламыз. Яғни біз бірден қазіргі сәттен 10 жыл бұрын артқа кете салып, сол жақтағы информацияны көзімізге елестете саламыз, немесе сөздерін есімізге түсіре саламыз. Яғни әлемде бұндай компьютер жоқ. Яғни небір суперкомпьютерлер бар, яғни үлкен бөлме болып, үйдей үлкен компьютерлер бар. Олардың өзі ондай көп ақпаратты іздеп тауып көрсетіп үлгере алмайды. Қазірше қандай суперкомпьютер болсын, ол адамның миының нейрондарының арасындағы байланыс жылдамдығына жете алған жоқ. Яғни ешқандай компьютер ол 10 жыл бұрынғы ақпаратты бір секундқа да жетпей есіне түсіре алмайды. Яғни соны алып шығып көрсете алмайды. Ал біздің миымыз істей алады. Ал енді бұл нейрондардың байланысы қалай жүреді? Енді бұл нейрондардың арасындағы байланысқа бір мысал келтірейік. Мысалы, мектепте отырмыз, апай келді да жылдамдықтың формуласы V тең S бөлінген Т деп қана айтып бере салды. Яғни біз жаттап алдық. Сол кезде жаттап алдық деген сөз не деген сөз? Ол бір жаңа бір ой келді, жаңа бір нейрондардың арасында бір байланыс пайда болды деген сөз. Жаңа бір байланыс пайда болды. Яғни бұл байланыс деген сөз ол мына формула. Осындай бір байланыс пайда болады. Сосын біз үйге кеттік, апай үй жұмысын берді. Сосын келесі сабақта келдік, үй жұмысын орындамай келдік. Сосын апай сұрады бізден жылдамдықтың формуласы деп, біз ұмытып қалдық. Не үшін? Себебі мынаның арасындағы байланыс үзіліп кетті. Біз үйге барып, бір-екі күн уақыт өткенше мына байланыс үзіліп қалды қайтадан. Ал енді бұл үзіліп қалмас үшін не істеу керек еді? Яғни үйге барып үй жұмысын орындау керек еді, тағы біраз кітаптан оқу керек еді. Ол не деген сөз? Қайталау керек еді деген сөз. Яғни бір ойды бір-ақ рет ойлады, яғни бір-ақ байланыс орнады. Енді мына формуланы қайталай беріп, немесе басқалай өзі бір тәжірибелерде көріп, өзі бір басқа бір жолдарын іздеген болса жаттаудың, яғни әртүрлі методика бар жаттауға. Сол методикаларды қолданған болса, онда қайталай берген кезде мынаның арасындағы байланыс өте үлкен болып қалыптаса бастайды. Яғни мынау үзіліп қалуы мүмкін емес. Бұндай байланыстың күшті әлсіз екендігін көріп жатамыз ғой. Бір үлкен мұғалімдер болады, мен бұл тақырыпты 30 жыл бұрын оқығам, сендер жүрсіңдер кешегі айтқан затты ұмытып қалып қайта қазіргі жастар не болып кетті деген сияқты солар айта береді, сондай. Яғни олар кезінде жақсы байланыс қалыптастыра алды, ал біз сол әртүрлі уақытымызды бөлетін, яғни ойымызды әр жаққа шашырататын заттар қазір көп. Телефон болсын, компьютер болсын, Инстаграм деген сияқты жетет ойды бөлетін заттар. Осымен нейрондардың арасындағы байланыс қалай жүретіндігін түсініп алдық. Ал енді мидың өзі қандай бөліктерден тұратынын қарастырайық. Адамның миын жалпы осындай үлкен екі бөлікке бөледі. Яғни мен қарапайым тілмен айтып берейін. Адами ми және хайуани ми. Яғни мынау жануардың миы, мынау адамның миы. Яғни біздің мынау енді барлығы біздің басымыздағы ми, бірақ бұның мына алдындағы қызылбен бояп қойғаным бұл адами ми. Яғни бұны орысша префронтальная кора дейді. Не префронтальная кора. Мынау біздің адами қасиеттерімізге жауап береді. Біз жануарлардан қандай ерекшеліктеріміз бар, сол ерекшеліктердің барлығына осы адами ми жауап береді. Ал мынау үлкен хайуани ми, жануарлықта қасиеттеріміз бар, сол жануарлық қасиеттерге осы ми жауап береді, яғни хайуани ми жауап береді. Жануарлық қасиеттеріміз деген не? Яғни кез келген жануар тамақ тауып жеу керек, яғни тамақтану керек деген бір ойы бар. Яғни соны ол қандай миы жоқ
яғни кез келген жануар, жәндік болсын, ол тамақ жеу керек екенін біледі. Яғни тамақты қалай жеу керек екендігін оны ойланып жүрмейді. Яғни осы миы соған жауап береді тамақ жегізгенге. Ал енді екіншісі жан сақтау. Жан сақтау, енді жануарлардың өмірін білеміз, бір-бірін жеп жатады, сонда әйтеуір жанын сақтап қалу үшін әлсіздер қашады, күштілер жейді. Яғни әркімнің өзінің бір позициясы бар, яғни өзінің физикалық тұрғысына байланысты жан сақтауда қашады немесе қуалайды. Енді үшіншісі ұрпақ жалғастыру. Енді үшіншісі ұрпақ жалғастыру дегеніміз, кез келген жануарлар болсын, олар эволюция, яғни бірінен кейін бірі ұрпақтар жалғасып келе жатыр. Енді сиыр, бұзау, екі сиыр деген сияқты хайуани қасиеттер, яғни ұрпақ жалғастыру, жан сақтап қалу, тамақтану, осы үш затқа жауап береді. Бізде мына ми болмаған болса, біз осы үш функцияны ғана атқарып, жануар болып жүре беретін едік. Мына мидың пайда болғанына бәленбай миллион жыл болды. Яғни қашан біз пайда болдық, сол кезден бастап бар. Яғни мына ми біздің адамдық қасиеттеріміз байқала бастаған кезде пайда болған. Біз маймылдан жаралған дейді ғой. Бірақ маймылдан жаралғанда біз енді прям маймыл алып адамға айланып кетпеген, құр бір маймылға ұқсайтын бір жануар болған. Ол жануардың басында мынандай бір кішкентай бір қызыл ғана бөлігі болған. Яғни адамы миы бір кішкентай ғана осындай болған. Сосын ол дамып, бірдеңе үйреніп, әйтеуір анан үйреніп, мынан үйреніп, жаңа заттар үйрену арқылы ол мына алдыңғы миы үлкейе бастайды оны. Археологиялық қазбаларда көретін болсаңыздар, алдыңғы милары кішкентай болады, артқысы үлкен болады. Бұрынғы табылған адамдардың бас сүйектерін зерттеген кезде. Сөйтіп қазірге қарай мына алдыңғы миының көлемі үлкейіп келе жатыр. Яғни адамдық қасиеттер пайда болды деген сөз. Бұл нені көрсетеді, адамдық қасиет деген не? Даму ең бірінші. Даму деген не деген сөз ол? Яғни даму деген сөз ол болашақ бар деген сөз. Яғни болашақты ойлай алады, жаңа ойлар ойлай алады деген сөз. Яғни жаңа ойлар ойлау, енді әртүрлі сезімдер пайда болу, мысалы ренжіп қалу деген сияқты. Енді екінші сиыр сүз жерсе ренжу деген ондай болмайды ғой. Сол сияқты біздің адами барлық қасиеттерімізді осы көрсетеді. Және бұл бізді болашағымызды көрсетіп, яғни дамы дейді. Яғни дамы, алдыға жүр дейді. Бірақ мына миымыз не дейді? Бұл айтады, сен қазір тренировка жасайтын болсаң, немесе ана кітаптарды оқитын болсаң, немесе мына онлайн физиканың видеоларын көп көре беретін болсаң, сен көзің ауырып қалады дейді. Кейін көр, не қыласың дейді, мынау айтады. Ал мына ми жоқ, дамимыз. Қаншама оқушы осы онлайн физика арқылы дамып жатыр. Мен де дамуым керек. Бұл жерде тек физика ғана емес, сенің қандай арам ойларың бар екендігін айтады екен бұл жерде деп, мына ми мынаған айтады. Сол кезде мынаның күші өте көп. Мынаның күші өте көп. Өйткені бұл пайда болғанына бәленбай миллион жыл болған. Ал мынаған неше мың жыл ғана болған әрең. Сондықтан мынаның күші аз. Әртүрлі дінде болсын, аңыз әңгімелерде болсын, адамның бойында ақ қасқыр, қара қасқыр болады. Біреуі жақсылыққа, біреуі жамандық шақырады. Сен қайсысына тамақ көп берсең, сол күшті болады деген сияқты айтып жатады ғой. Біздің өзіміздің дінде де періште болады, шайтан болады. Біреуі құлағыңнан сыбырлап тұрады деген сияқты. Яғни ол ешқандай да ондай шайтан сыбырлау ондай емес екен. Ғылыми тұрғыдан қарасақ, тек адамның осындай екі қалыптасқан миының бөліктері бар екен. Мынау жан сақтауға жауап береді. Бұл мидың күнәсі жоқ. Бұл даму дегенді түсінбейді. Бұл ойлайды, сен ана кітапты оқып қалсаң, болмаса бір жаттығу жасап алысқа жүгіріп дайындалайын десең, сен энергияң кетіп жатыр, сен өлесің, өліп қалуы мүмкін, тамақ жеп ал, сосын кішкене жата тұр, сен көшеге шықсаң мүмкін біреу өлтіріп кетер деген сияқты әртүрлі сондай ойларды ойлап үлгереді. Яғни сен миыңа өлтіріп кетеді-ау деген ой келмейді, бірақ әйтеуір бір жалқаулық, бір сылтауларды мынау шығарып тұрады міндетті түрде. Өйткені бұның жұмысы жаныңды сақтап қалу керек. Жаныңды сақтап, тып-тыныш тамағыңды тойдырып, ұрпағыңды жалғастырып жату ғана бұның міндеті. Бұны ол өте жақсы атқарады. Ал мынау даму, яғни қайсысы күшті болады, әлсіз болады, ол өзіңізге байланысты.
адамның миын біз бағанан бері қарапайым қарастырдық, адами және хайуани деп. Енді бұны тереңдеп қарастыратын болсақ, онда бұны біз тағы 3 бөлікке бөлуіміз керек болады. Яғни бағанағы адами ми деп отырғанымызды неокортекс деп айтады, яғни неокортекс. Енді ортаңғы миды лимбический мозг дейді. Лимбический, яғни лимбикалық деп аударамыз ба, лимбикалық ми дейміз. Ал артқысы ол мозжечок дейді. Сонда бұл жердегі неокортекс дегеніміз ол адами ми, ал мозжечок деген ол хайуани ми. Енді бұл жерде таныс емес пе отырған лимбикалық ми, енді бұл бізде елестетуге жауап беретін ми. Яғни біз болашақты ойлаған кезде, болашақта былай істеп жатырмын, ұбт-ға дайындалып жатқандар болса, ұбт-дан өтіп кеттім, университетте жүрім деп елестетіп, яғни соны көзіне елестете алады, болашағын. Сөйтіп елестетіп, сол өзіне мотивация болады. Яғни бұны ассоциация жасау дейді. Ассоциация жасау, сол процеске жауап беретін миды лимбикалық ми дейді. Яғни біз елестете алуымыз, болашаққа барып сезіне алуымыз бірдеңелерді. Сезіну осы ми жауап береді. Ал мозжечок дегеніміз бұны мидың пайдасы, яғни хайуани мидың тағы бір функциясы, пайдасы және зияны бар. Бұл ми жаттап алады барлығын. Жаттап алғанның пайдасын бастайын. Пайдасы мынада. Біз телефонға, яғни өзіміз телефондарымызға, смартфондарға бір құпия кодтар қоямыз, немесе узор дейді, сызықтар қоя саламыз ғой. Оны басында біз мына префронтальный кора, яғни неокортекстің арқасында біз ойдан шығарамыз. Яғни ол кезде біздің адами миымыз жұмыс істеп, ананы ойлап шығарады. Сосын оны екінші күн, үшінші күн, төртінші күн істеген кезде мынау кішкене ойланып барып істеп жүреді. Одан кейін бұл мидың энергиясы аз, бұл қайта-қайта ойлана бермейді. Бұны ол мозжечокқа тапсырып береді. Ол жаттап алады. Сосын біз мына мидың керегінсіз ақ оны мына артқы ми арқылы істей береміз. Енді ол пайдасы неде? Ештеңе ойлап үлгермейміз, ол қолымыз өзі істеп тастай салады. Енді біз бұрын есікке барған кезде есіктерді ананы басуды ойлап жүрмейміз ғой. Біз шығуды ойлап бара жатамыз, бірақ денеміз өзі есікті ашып, өзі бірдеңелер істеп бара жатады. Яғни үйден мектепке баратын болсақ, үйден мектепке баратқан кезде қай жерден оңға, қай жерден солға бұрылам ойланып жүрмейміз ғой. Біз жанымыздағы досымызбен әңгіме айтып кете береміз. Bir кезде келіп қойыппыз ғой дейміз. Яғни біздің артқы миымыз ол үйден мектепке апара салды. Ал біз әңгіме айтқан кезде, әңгімеде де ойланамыз, бірақ ұзақ емес. Яғни біз 10 жыл, болмаса 20 жыл, 30 жасқа келген адам болсақ, біз қалай әңгіме айту керек екенімізді, яғни өзіміздің бір әңгіме айту стиліміз болады. Соның барлығын мына артқы ми жаттап алатын болса, онда біз жаңа ақпарат, жаңа ештеңе айтып жатқан жоқпыз сөйлескен адамға. Сол қалай сөйлесу керек екенінде мозжечок жаттап алады. Яғни бүткіл өмірімізді мозжечок жаттап алуы мүмкін. Бұл қауіпті жағы. Пайдалы жағы жаңағыдай кішігірім заттарды жаттап алуға оған енді қарсы емеспіз. Ал егер бұл біздің адами миымызды керек қылмай бүткіл өмірімізді жаттап алып, бір кругқа түсіріп жіберетін болса, яғни үлкен адамдар бар, жұмыс таңертең тұрады, тамағын ішеді, жұмысқа барады, қайттан келеді, ұйықтайды. Сол кругқа түсіп қалған, яғни ол кругта жүре беретін болса, онда мына алдыңғы миы өлді деген сөз. Алдыңғы миы жоқ. Ол өзі ойланып істеп жүрген жоқ. Мозжечок хайуани миы бәрін істеп жатыр. Ол өзі ойлайды енді, мен істеп жатырмын деген сияқты, бірақ мына мидың қызметі, яғни жаңа ешқандай зат таба алмай қалады. Яғни 30, 40, 50 жасқа келгенде ғалымдар не үшін жаңалық аша алмай қалады. Ол кезде бүткіл өмірін мына ми жаттап болады, сондықтан креатив өлді деп айтады. Адамның креативі өлді, креатив жоғалды деп айтады. Енді оның себебін түсіндік, біз күнде жаңа заттар үйреніп, бір күндегі автоматты істейтін заттарымызды кішкене автоматтандырмай, өзіміз ойланып істеп жүрсек, онда мына миымызды аман алып қалуымыз ықтималдығы көбейеді. Мысалы, тамақты оң қолмен жей беретін болсақ, сол қолмен жеу деген сияқты. Кез келген оң қолмен істейтін зат сол қолмен істеп, әртүрлі бір ойланбай істейтін заттар болады ғой. Соларды ойланып, бір керісінше басқаша істеп, сөйтіп өзімізді жаттықтырып жүретін болсақ, онда миымыз сақталады. Енді ондайға ғана емес, әртүрлі көптеген заттарды, жаңа заттар үйрену деген сияқты. Солай пайдалансақ, мына миымыз барынша аман қалады. Ал құр бізді андай адамдар болады ғой, маған тұрақтылықты жақсы көретін адаммын дейді. Маған тұрақты, бәрі өзім ойлағандай болып жүретін болса, ол жақсы дейді.
Яғни олар мына миынан айырылып, яғни мына миға түскісі келетіндер, өздерін сонда жаттатып мына миға түсіргісі келіп жүретін адамдар сондай болады. Егер дұрыс адам болса, ол мына миын өлтірмей, ол тұрақтылықты жақсы көрмейтін адам болады. Мына миының жұмысы күштіректер, олар тұрақтылықты жақсы көрмейді. Олар даму, тағы бірдеңе істеп көрейін, ананы істеп көрейін, барлық жаңа заттарды үйреніп бірдеңе істегісі келіп жүреді, бір проблема шешкісі келіп жүреді. Ал мына миы күшейіп кеткендер, олар мен тұрақты болайын, тұрақты істеп жүрейін, маған артық ештеңе керек жоқ, басымды ауыртқым келмейді дейді. Өйткені бұл хайуани ми ғой, басын ауыртқысы келмейді. Басын ауыртайын десе, ол тұрақтылыққа 5-6 жыл түс қалған болса, онда мына миы әлсірек қалды деген сөз. Жаңағы басында айттым ғой, нейрондар өліп қалды, керек емес деп. Яғни сондай әңгіме басталады бұл жерде. Сонымен жаңа заттарды үйренеміз, адами миды сақтап қаламыз, хайуани миға басқартпаймыз өзімізді. Яғни физиканы адами мимен ғана шығара аламыз. Тек мына мимен физика шықпайды. Яғни біз бүткіл физикалық есептерді, теорияларды мына мимен үйреніп, мына миға тапсырта береміз. Сосын есептерді көрген кезде артқы мимен-ақ ойланбай шығарып кететіндей дәрежеге жеткізуіміз керек. Сондай мақсатта ғана бұл миды пайдаланамыз. Ал жаңа затты үйренуге, тағы бір қиын есептерді шығарғанға мына ми керек. Екеуін де тиімді пайдалануымыз керек. Енді мидың құрылысы осымен түсінікті болды деп ойлаймын. Біраз түсінбей қалған жерлер болса, оны жазып отырыңдар, түсіндіріп айтып беріп отыратын болам. Және мына неокортекс, лимбический мозг, мозжечок дегендерді, оны өздерің қосымша қызығып оқығыларың келсе, онда жазыңдар. Мен әртүрлі керемет бүткіл әлемде әлемнің мықты адамдары оқып жатқан кітаптарды беріп отыратын болам. Яғни бірге оқып, бірге дамитын боламыз. Осымен ми жайлы ақпаратымыз аяқталды.